Кеттік. Олең, төртінші тип. 150 грамм 15%-тік күкірт қышқылының ерітіндісіне 20 грамм күкірт алтоксидін ерітті. Түзілген жаңа ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі. Қараймыз. Күкірт қышқылының ерітіндісіне күкірт алтоксидін ерітті дейді. Так, давайте бірінші күкірт қышқылының ерітіндісі деген не бізде? H2SO4 еріген неде? Суда. Так, бұл бізде қанша грамм ерітінді дейді? 150 грамм ерітінді дейді. 15%-тік. Мына су бізде болады 85%. Доказат мәндерді тауып алатын болсам, 150-дің 15%-і бізде 22-де 5 грамм. 85%-і 127-де 5 грамм болады. Осыған бізде күкірт алтоксидін ерітеді. SO3 бізде қанша грамм? 20 грамм. Нәтижесінде бір ерітінді пайда болады. Ерітіндінің ішінде міндетті түрде не болу керек? H2SO4 болу керек. Соның үлесін сұрап жатыр бізде. Так, бізде 150 граммда 20 грамм еріткен, яғни алынған ерітіндінің массасы 170 грамм. Осы 170 граммның ішінде күкірт қышқылы қанша процент деп сұрап жатыр менен. Давайте. Енді осы екі стаканды әрекеттестірген кезде бізде сумен кім әрекеттеседі? SO3 әрекеттестіреміз. H2O қосамыз SO3 шығады. H2SO4. Так, су бізде 127-де 5 грамм, SO3 бізде 20 грамм. 80, 18. Бізге күкірт қышқылының массасын табу керек. Қайсысымен табамыз деген сұрақ болады. Сумен бе, әлде SO3-пен бе деп, молін таба салайық. 20-ны 80-ге бөлетін болсақ, 0,25 болады. Так, 128,5 6,3-6-дан үлкен сан болады. Яғни бұл жерде 0,25-тен точно үлкен деген сөз. Яғни біз кім арқылы аламыз? Азы SO3 арқылы аламыз. Есептейміз. 98-дің 4-тен 1-і. 24,5 грамм күкірт қышқылы түзілген екен. Сонда сумен бізде қанша күкірт қышқылы бар? H2SO4 плюс үлес қойса, алғашқы ерітіндіде бізде 22,5 грамм күкірт қышқылы бар. 2,5 грамм күкірт қышқылы бар. Тағы да бізде қанша түзілді? 24-те 5 грамм күкірт қышқылы түзілді. Сонда бізде 47 грамм күкірт қышқылы бар екен. Яғни күкірт қышқылы бізде қанша грамм? 47 грамм. Осының үлесін табайық. W тең болады. 47 бөлеміз. Жалпы ерітіндінің массасы қанша бізде? 170. 170 көбейттіреміз 100-ге. Есептейміз 27,165 шығады. Жауаппен сәйкес тұр. В. Ары қарай кеттік. 8. 40 грамм 12% күкірт қышқылының ерітіндісіне 4 грамм күкірт алтоксидін ерітті. Түзілген жаңа ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі. Тура сол есеп, просто саны ауысқан. Давайте, өздеріңіз паузаға қойып шығарып көріңіздер. Мен шығарып кете берейін. Күкірт қышқылының ерітіндісінде H2SO4 еріген неде? Суда. 40 грамм. Айтады бізде 12% дейді. 12%, су бізде болады 88%. Есептеп алатын болсақ, 40 грамм 12%-і бізде болады 4,8 грамм. Су бізде болады екен 35-те 2 грамм. Осы суда күкірт алтоксидін ерітті дейді. SO3 бізде қанша грамм? 4 грамм. Ал түзілген ерітінде күкірт қышқылының массалық үлесі. Түзілген ерітінде точно бізде H2SO4 бар. Басқа не бар екен білмеймін. Тұра берсін. Так, ерітіндінің массасы бізде 40 граммға 4 граммды қосса, ерітіндінің массасы қанша болады? 44 грамм. Осының ішінде күкірт қышқылының үлесін табу керек. Кеттік. Әрекеттеседі бізде сумен кім? SO3. H2O қосамыз SO3 шығады. Нәтижесінде H2SO4. Су бізде 35-те 2 грамм, SO3 бізде 4 грамм. 80,
Мұнда 18. 2 моль 0,5 0,05 болады мұнда. Азы әрине бізде SO3 есептей саламыз күкірт қышқылының массасын. 4,9 грамм күкірт қышқылы түзілген екен. Енді в сумме бізде қанша күкірт қышқылы бар? Күкірт қышқылы алғашқы ерітіндіде бізде 4,8 бар. 4,8 грамм күкірт қышқылы және тағы қанша түзілген? 4,9 грамм түзілген. Екеуін қосатын болсақ, 9,7 грамм күкірт қышқылы бар. Үлесін таба саламыз. Күкірт қышқылының H2S бізде 9,7 грамм, жалпы ерітінді 44, көбейтіреміз 100-ге. %22%. Бізде жауаппен сәйкес тұр. Д жауабы. Жақсы. Олеум 4 деп аяқталды. Жақсылап үйреніп алыңыздар, сіздерге сәттілік.